Ассалаумағалейкум достар. Баршаңызды келіп жеткен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Соған орай желтоқсан желі әніне гитарада және фортепианода разбор болады. Ал енді бірінші гитарада бастайық. Жалпы әнде 3 аккорд қолданылады. Олар АМ, ДМ және Е. Осы 3 аккорд. Ал әнді перебормен, сегіздік перебор және қағыспен. Осы орындауы болады. Бірінші әр аккордта бір қағыстан бір перебордан. Егер де перебормен болса, сегіздік переборды бір аккордқа бір реттен. АМ аккордында бас струнан 5-тен, ДМда 4-тен, Е аккордында 6-дан. Осылай. Ал қағысына келетін болсақ, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Соңына қарай төмен, жоғары, төмен, жоғары. Соңына төменді жай орындаймыз. Немесе оны орындамай, қағысты ритмін жай орындауға болады. Ал енді орындап көрсетейін. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, келетін мүлде жайдарылы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шынақ айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Дәл солай перебормен ойнайтын кезде де әр аккордқа бір перебордан. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, келеді бейне жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шынақ айбарлы. Осылай. Ал енді фортепианоға келсек, бұл жерде 4 октава бар. Біз 3-ші және 4-ші октавасында орындаймыз. Ал енді бірінші орындап көрсетейін. Ал енді разборға келсек, жалпы бұл жерде до, ре, ми, фа, соль, ля, си, сосын до, ре, ре диезге дейін ойнаймыз. Бұл жерде қаралары диез деп аталады. Мысалы, мынау до болса, до диез, ре диез. Сол сияқты мен бұл жерге ноталарын шығарып кетем. Ал енді жай орындап бірге нотасымен көрейік.